Ассаламу алейкум. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек гипертрофиясы және оның екідағы белгілері. Жүрек гипертрофиясы дегеніміз жүрек бұлшық талшықтарының саны мен салмағының артуы нәтижесінде жүректің белгілі бір бөлімінің салмағының артуын атаймыз. Жүрек гипертрофиясы физиологиялық және патологиялық себептерден туындауы мүмкін. Физиологиялық себептерге спортсмендерді атап өтуімізге болады, және де ауыр еңбек жұмыс істейтін адамдарды. Ал патологиялық себептерге артериялық қан қысымына себеп болуы мүмкін, клапандарды стенозы себеп болуы мүмкін, кіші қан айналымдағы, үлкен қан айналымдағы бұзылыстарға байланысты пайда болуы мүмкін. Жүрек гипертрофиясы кезде жүрек бұлшықеттерінде болатын өзгерістер: бірінші, өткізгіштіктің нашарлауы; екінші, деполяризация уақытының ұзаруы; үшіншісі, дистрофиялық өзгерістер, яғни қоректенудің бұзылысы; төртінші, сколиоздану, яғни дәнекетінің қапталуы. Жүрекшелік гипертрофиясын анықтауымыз үшін екіге біз ПТШ-сіне көңіл бөлеміз. Яғни ПТШ-сі бізде қалыпты жағдайда оң және сол жақ жүрекшелер бұлшықеттерінің жиырылу нәтижесінде пайда болады. ПТШ-нің ұзақтығы 0,10 секундқа тең, ал биіктігі 2,5 мм-ге тең болады. Бұл бізде ПТШ-мізде бірінші оң жақ жүрекшенің ПТШ-сі, содан соң сол жақ жүрекшелердің ПТШ-лері кескінделген болады. Осы кескін бізде бір ПТШ болып анықталады. Енді біз әрбір жүрекшелердің гипертрофиясына жеке-жеке тоқталып кетейік. Оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы. Оң жақ жүрекшенің қалыпты жағдайда бұлшықеттерінің қалыңдығы 2-3 мм-ді құрайды. Оң жақ жүрекшенің гипертрофиясына алып келетін себептер: үш жармалы қақпақшаның стенозы кезінде, кіші қан айналым жүйесінің гипертензиясы кезінде, өкпенің созылмалы аурулары кезінде және туа пайда болған жүрек ақаулары кезінде пайда болады. Бұны біз екіге қалай білеміз? Яғни бұны көбінесе П-пульмональный деп атаймыз. Екіге бізде былай білінеді. Бұл жерде біздің ПТШ-міз биіктігі ғана өзгереді, ұзақтығы өзгермейді бұның. Яғни ПТШ-нің ұзақтығы өзгермейді, 0,10 секунд болып қалады. Ал биіктігі 2,5 мм-ден биік болады. Тағы бір байқайтынымыз, ПТШ-нің биіктігі ТТШ-нің биіктігінен үлкен болады, амплитудасы. Бұны біз қай стандарттарда көреміз? Яғни екінші, үшінші және АВФ-та анықтаймыз. Кейін біз тағы да бір салыстырмалы көретініміз бар. Мынандай ПТШ-сінің үшінші ПТШ биік амплитудасы екінші ПТШ-ден биіктеу, екінші ПТШ-нің амплитудасы бірінші ПТШ-ден биіктеу болады. Дәл осылай тағы бір анықтайтын жолымыз, яғни ПТШ-лердің, яғни АВФ, екі және үшіншідегі ПТШ-лер үлкен ТТШ-лерден болады. Яғни 2-ден, 3-ден және АВФ-ден амплитудасы биік болады. Ал қалыпты жағдайда ПТШ-нің амплитудасы ТТШ-нің амплитудасынан төмен болу керек. Оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы, оның екідағы белгілерін анықтайық. Бірінші кезекте үшкірленген ПТШ-сін анықтаймыз, көреміз. Оның биіктігі бізде 3 мм. Қалыпты жағдайда 2 мм-ден аспауы тиіс. Ол бізде екінші стандартта, үшінші стандартта, АВФ-та бірінші және екінші кеуделік тіркемелерде анықталынады. Тағы бір көңіл бөлетініміз, үшінші стандарттағы ПТШ-сінің амплитудасы 4 мм, 2-де 3 мм,
1/1 мм. Яғни бізде 3-ші стандарттағы P тишесінің амплитудасы 2-ден үлкен, 2 1-ден үлкен болуы тиіс. Және бұл 2 стандарттағы 2 және 3 және AVF-тегі P тишелерінің амплитудасы бізде T тишелерінің амплитудасынан биік. Яғни көріп тұрғаныңыздай биіктеу орналасқан. P тишелеріне тоқталатын болсақ, кеуделік P тишелерінде бірінші кеуделік P тишеде үшкірленген P тише және де оң және де теріс P тишелерін анықтауымызға болады. Мынау жоғары жақта оң, астында теріс. Сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы. Сол жақ жүрекшенің қалыпты жағдайда бұлшық етінің қалыңдығы 1,5-2 мм құрайды. Сол жақ жүрекшенің гипертрофиясына алып келетін себептер митралды клапанның ақаулары кезінде, аорта қақпақшасының ақаулары кезінде, ұзақ уақыт артериялық қан қысымымен ауыратын науқастарда, сонымен қатар туа пайда болған жүрек ақаулары кезінде сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы болуы мүмкін. Сол жақ жүрекшенің гипертрофиясының екідағы кескіні яғни бұны бізде P митралды деп атайды, яғни митрал қақпақшаға байланысты да. Бұның бізде биіктігі амплитудасы 2,5 мм-ден аспайды, төмен болады. Ал ұзақтығы бізде 0,1 секундтан жоғары болуы, ұзақ болуын атаймыз. Бұны біз қай тіркемелерде анықтаймыз? Бірінші тіркемеде, екінші тіркемеде, AVL-да және де кеуделік 5 пен 6-шы тіркемелерде анықтауымызға болады. Бұны да тура P пульмональды сияқты бізде бірінші P тишесі бірде ең ұзақты, бұл жерде ұзақтығы бойынша, кейін 2-де, сосын 3-ші тіркемеде ұзақтығы бойынша қарастыруымызға болады. Сол жүрекшенің гипертрофиясы, оның екідағы белгілері. Сол жүрекшенің гипертрофиясы кезінде біз қос өркешті P тишесін көреміз. Қос өркешті P тишесінің биіктігі бойынша өзгерістер болмайды. Ал ұзақтығы бойынша 0,10-0,12 секунд аралығында болады. Қос өркешті P тишелерін біз бірінші, екінші AVL, кеуделік 5-ші, 6-шы тіркемелерді анықтауымызға болады. Сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы кезінде кеуделік тіркемелерде бірінші кеуделік тіркемеге көңіл бөлуімізге болады. Бірінші кеуделік тіркемеде P тишесінің екінші фазасы теріс және терең болады. Ал 5-ші, 6-шы кеуделік тіркемелерде ем тәрізді P тишесін көруімізге болады.